Алмат, осы кітап беттерінде немесе ата-апаларымыз айтып жатады, мына ауылда пәленше деген әулие болған, суды теріс ағызған қасиеті болған дегендей. Қазір діни мамандар немесе ғалым оқыған кісілер бар, бірақ хакім әулие кісілер жоқ. Неліктен, неге? Ғылым білім болса да, діни мамандар болса да, неге әулие жоқ дейсің ба? Иә. Неге шынында да әрқайсымыз қарайтын болсақ, ата-бабаларымыздың ішінде әйтеуір бір әулие шығады да, қай-қайсымыз болмасын. Немесе бір ауылға барсақ та, осы ауылда пәленше деген әулие болған деген шынында да естиміз, қазір де естиміз оны. Мәшһүр Жүсіп әулие бабамыз бұл туралы айтады, негізі бұрынғы қазақтардың барлығы әулие болған дейді. Біреуі, екеу деп тұрған жоқ, барлығы әулие болған дейді. Ал олардың әулие болу себебі ғылым білімнің көптігінен емес, жүректерінде дүниеге деген махаббаттың жоқтығынан дейді. Және де сөзін жалғастырып айтады, ғылым деген, білім деген бұл күн сияқты дейді. Ал дүниеге деген махаббат ол бұлт секілді. Яғни бұлт күннің бетін жапса, күн кетіп қалатындығы секілді, қанша жерден сен білімді болсаң да, дүниеге деген махаббат болатын болса, әлгі білімің де кетіп қалады дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінде айтады, жүректе сараңдық пенен иман екеуі қатар тұрмайды дейді. Яғни бүгінгі таңда қанша жерден діни білімді болса да, ғалым болса да, әулиелердің, хакімдердің шықпай жатқан себебі жүректе дүниеге деген махаббаттың болғандығынан.